Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 7-ші сыныптар үшін 3-ші практикалық жұмыс сұйытылған қышқылдар мен карбонаттардың әрекеттесу тақырыбы бойынша практикалық жұмысты талдайтын боламыз. Жұмыстың барысына көшейік. Жалпы практикалық жұмыс жасаған кезде жұмыстың барысы не байқалды және қорытынды жазып отыру керек, міндетті. Енді қараңыздар, бірінші тапсырмада сынауға бірнеше кесек бор салып, оған сұйытылған тұз қышқылын қосыңыз. Сынауықтың газ өткір, сынауықты газ өткізетін түтікпен жабыңыз. Түтіктің екінші ұшын 2 мл әк суы бар сынауыққа салыңыз. Бірнеше минут әк суынан газ көпіршіктерінің өтіп жайқаны бақылаңыз. Міне көрдіңіздер ме осы? Енді қараңыздар, бор және тұз қышқылы қосқан кезде газ көпіршіктері бөлінді дейік. Енді сынауыққа газды жинап, жанған шырпыны салсақ, бірден өшіп қалады. Газ жүретін түтіктің ұшы әк суына батырылған, одан көпіршіктер өтіп жатқанын көрдік. Және түссіз әк суы лайлана бастайды. Енді қорытынды: бөлінген газ көмір қышқыл газы СО2 жануды қолдамайды, шала жанған шырпы өшіп қалады. Әк суына батырылған түтіктен шығып жатқан газ көмір қышқыл газы, ол әк суын лайлайды, ыдысты лай ерітінді пайда болады. Екінші, басқа сынауыққа 2 мл сұйытылған натрий гидроксиді ерітіндісін құйып, үстіне бірнеше тамшы фенофталин тамызып, осы ерітінді арқылы көмір қышқыл газын жібереміз. Енді не байқалды? Көмір қышқыл газын натрий гидроксиді арқылы өткізгенде фенофталиннің түсі жойылады. Қорытынды: көмір қышқыл газынан натрий гидроксидін құйғанда түзілген ерітінді бейтарап орта түседі. Яғни екеуі де күшті. Сондықтан фенофталиннің таңқурай түсті фенофталин түссізденеді, яғни түсін жояды. Кейін содан соң газ өткізетін түтіктің ұшын ерітіндіден суырып алып, дистилленген суда шаямыз да, одан басқа 2 мл дистилленген су бар сынауыққа салып, газ жібереміз. Бірнеше минуттан соң түтікті ерітіндіден алып, алынған ерітіндіге көк лакмусты қосамыз. Қорытынды көмір қышқыл газына, қорытынды емес, не байқалды? Көмір қышқыл газы мен су әрекеттескенде көмір қышқыл газы пайда болады. Яғни СО2 қосылған H2O бізде көмір қышқыл газын, көмір қышқылды береді. Ары қарай қышқылдық ортада көк лакмус қызарады. Енді жалпы қорытынды, осы практикалық жұмысқа қорытынды айта кетсек, карбонаттар мен қышқылдар әрекетінде міндетті түрде тұз, су және көмір қышқыл газы түзіледі. Көмір қышқыл газы жануды қолдамайтын, сумен әрекеттескенде қышқылдық қасиет көрсететін түссіз газ.